Жапонияда кассир жігіт 1300 кісінің банк карточкасынан ақша ұрлаған. Ол жай ғана карточканың номерін CVV кодқа дейін жаттап алатын болған. Ол жай ғана 2 сөмкені сатып аламын деп ұсталып қалған. Hocam bir dakika. 18 bölüp 1 kederden denklemine göre 2x çarpı 17 40 35. Сатып алған затын үйінде отырған жерінен алғысы келген. Ол өз үйінің адресін жазған. Полиция өкілдеріне бұл таптырмас жеңілдік болды. Кассир жігіт түрменің төрінен бірақ шықты. Не дейміз? Есте сақтау қабілетің мықты болса да, ақымақ болған өте қиын. Сумма какая? 1500, 478, а вы мне даете 1550. Вы даете меньше. Я сама уже ничего не понимаю. Все Блин. правильно. Что за цифра такая? 1500, 470. 78. А вы мне даете 1550. Вы в школе, в какой школе учились? Еще раз, сама себя послушай. 1500, 478. Он мне дает 1550. Танымал адвокат Жохар Өтебековтың айтуынша, президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылдың 11 қаңтарынан күшке енетін еркектердің әйелдеріне күш көрсеткені үшін жазаланбайтыны туралы заңға қол қойды. Жақсы жаңалық. Парламент кәмелетке толмаған балаларға зорлық жасағандарға өмір бойы бас бостандығынан айыратын заң жобасын қабылдады. Бұл жақсы жаңалық. Егер жаза өлім жазасы болған кезде, бұл керемет жаңалық болады. Я так хочу увидеть вас всех с высоты. Больной ублюдок. Вздерните его нахрен. Повезло вам. Сейчас будет так весело. Я просто шучу. Я в порядке. А вот это я называю рыбкой без воды. Ресейдің Саратов облысында баспанасыз кісіні сот үй қамауына үкім жасады. Чего ты тут делаешь? Что Я? ты делаешь? Да. Тебя А как... ты чего закопался? Ну чего, спать надо, ну что? Как ходит, будет каждый. Ну что ты сам? Все, ухожу. Тебя как зовут? Таня, Таня. Меня Миша. очень приятно. У тебя пожрать есть что ли? Груша. Груша. Не, грушу сам кушай. Ой, ходят, шумят, спать не дают. Тут так тепло. Вот только б не шумели. Ой, ей-богу, не знала. Извини, пожалуйста. Да ладно, да. Түркияда Стамбул университет асханаларында тамақтардың қымбаттау студенттердің наразылық білдіруіне себеп болды. Наразылықтар бірнеше күнге созылып, бір студент қыз өмірден озды. Кейін әкімшілік тамақтарды қымбаттатудан бас тартты. Демек, әкімшіліктердің халықтың пайдасына жұмыс істеу үшін кем дегенде міндетті түрде бір кісінің өлу керек екен. 2020 жылға үлкен үміттермен